Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің сүйікті салатым баклажаннан икра жасап көрсетемін. Рецепті өте сәтті шығады, тексерілген рецепт. Сіздерде видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге керекті заттар помидор, яғни қызанақ қажет болады, және де баклажан, пияз, сарымсақ және болгар бұрышы қажет болады. Мен қызыл түрін қолдандым, қалауларыңызша жасылынан қолдансаңыздар болады. Алдымен қызанағымызға ыстық су құямыз. Ыстық суда қызанақтың қабығы тез алынатын болады. Алдымен баклажан турап аламыз, екі жағын алып тастап. Бізге ол жер қажет болмайды. Баклажандарымызды ортадан бөліп, төрт бұрышты етіп, яғни кубиктап турап аламыз. Маған осылай тураған ұнайды, қалауларыңызша турасаңыздар болады. Турап алғаннан кейін үлкен ас қасықпен бір қасық тұз салып, қолымызбен жақсылап араластырып қойып қоямыз. Ары қарай біз болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышын міне сіздерге көрсетейін. Ішіндегі барлық керек емес дәндерін алып тастап, екі бөлікке бөліп, ары қарай кубиктап турау үшін дайындап алып, барлығын турап бір ыдысқа саламыз. Ары қарай пияз тураймыз. Пиязды да ортасынан бөліп, үш бөлікке бөлеміз. Майда емес, орташа етіп турасаңыздар болады. Пиязымыз көп болған сайын салатымыз өте дәмді болып шығады. Қызанақты да алып тураймыз. Алдымен қабығын ашып аламыз. Міне ыстық су құйғаннан кейін қабығы тез ашылатын болады. Қызанағымызды алып, артық жерін алып тастап, төрт бұрышты етіп тураймыз. Қызанағымыз өте оңай туралатын болады. Қабығынан алынғаны өте әдемі болады. Ыдысқа салып аламыз. Барлық керек заттарымызды турап дайындап аламыз. Қазанға май құямыз. Майымызды қатты қыздырамыз. Пиязымызды салған кезде осындай дыбыс шығуы қажет. Ол міндетті түрде қызбаған майға пиязды салмаңыздар. Пиязды жақсылап араластырып тұрамыз. 20 минуттай қуырылған пиязымыз осылай сарғая бастағанда, оның үстінен қызанақты саламыз. Екеуіні жақсылап араластырып қуырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Арасында қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Міне біздің пияз бен қызанағымыз осылай суы шығып дайын болған кезде оның үстінен болгар бұрышын саламыз. Жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Болгар бұрышын 20 минутқа қуырамыз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Көкөністеріміз қаншалықты жақсы қуырылса, салатымыз да жақсы шығады. Болгар бұрышын қуырып болғаннан кейін оның үстінен барлық баклажанымызды саламыз. Баклажанның суы осылай болып шығуы қажет. Міне осындай ситамен суын алып алыңыздар. Міне осындай су шығады баклажаннан. Бұл керек емес бізге. Достар, көкөністің барлығын қатты отта қуырамыз. Қазан менде 7 литрлік қазан. Бұл жерде баклажан салған кезде осылай көп болып тұрады. Баклажан өзі машалкаға ұқсайды. Қазір дем арасында басылып, өзінің формасын жоғалтатын болады. Міне біздің барлық көкөністің суы осылай баклажанымыздың астында тұрады. Жақсылап араластыруды ұмытпаңыздар. Арасында араластырып тұрамыз. 10 минуттай араластырғаннан кейін 2 ас қасық тұз саламыз, және де ащы қызыл бұрыш салып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Қызыл бұрыштың орнына кәдімгі ащы бұрышты қолдансаңыздар болады. Қазанның қақпағын кішкене ашық қалдырып, отымызды қатты оттан сәл ғана түсіріп қоямыз. Міне осылай жанып тұруы қажет. Арасында салатымызды араластырып тұруды ұмытпаңыздар. 2-3 рет араластырсаңыздар жеткілікті. Араластырып алғаннан кейін қақпағын қайтадан жауып 50 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта біз чеснок езгіштен езіп аламыз, немесе майдалап турап аламыз. Чеснок қалауларыңызша көп немесе аз қоссаңыздар болады. 50 минуттан кейін қақпағын ашып қараймыз. Міне осылай біздің баклажандарымыз біршама дайын болуға аз қалды. Жақсылап араластырып көреміз. Майы бетіне шығып, кішкене дайын бола бастады. Осы кезде чеснокты саламыз. Жақсылап чесногымыз біріккенше араластырамыз. Оның үстінен баклажанымызға 3 ас қасық шекер саламыз. Шекеріміз біздің салатымыздың бір дәмін өзгеше етіп ұстап тұратын болады. Шекер салуды ұмытпаңыздар.
Салатымыздың дәмін көргеннен кейін, егер аз болып жатса, ащы бұрыш салсаңыздар болады. Және де тұз салсаңыздар болады. Салаттың тұзы тіктеу болғаны дұрыс. Сонда салатымыз өте дәмді болып шығады. Қақпағын жауып, 15 минутқа қоямыз. Міне біздің майы шығып, салатымыз дайын болды. Дайын болғанының белгісі майы жоғары қарай шығып, осылай араластырған кезде өзі білінетін болады салатымыздың дайын болғаны. Отын өшіріп салатты бір шетке қоямыз. Банкаларды мен осындай мантваркіде булап алдым. Қақпағын да ыстық суға салып алдым. Міне достар, біздің салатымыз осындай өте аппетитный болып шықты. Банкамыз буланған, таза, жуылған. Міне салатты сіздерге араластырып көрсетейін. Дайын болған түрі. Банкамызға жаймен салатымызды құямыз. Банкаға құярда банкының өзі воронкасы болады. Менде ондай болмағандықтан осылай құйып шықтым. Сіздер алып алсаңыздар болады. Банкамыздың жан-жағына тиген салаттарды сүртіп алып, осылай банка жапқышпен жабамыз, сағат тілімен айналдырып, әр бұраған кезде кішкене қысып жабатын боламыз. Міне достар, мен осы жерде көмекке жолдасымды шақырдым. Өйткені банка жабу барысында бізге күш қажет болады. Сондықтан жолдасым ары қарай банканы жабуға көмегін берді. Міне достар, банкамыз жабылып, барлық шеті тегістей жабылып шықты. Банкамыздың барлық шеті жабылғанын осылай дөңгелетіп тексерсеңіздер болады. Қақпағынан ешқандай сұйықтық ақпаса, біздің банкамыз толық жабылды деген сөз. Міне достар, банкамыз дайын. Бұл салатты маған салқын күйінде жеген ұнайды. Сіздер де солай жеп көріңіздер. Достар, ұнап жатырса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Дәмсімай. Әпше, салатыңыз дәмді баққа. Істеп көріңіздер.